4 сынып 107 сабақ пайыздар. Бірінші тапсырма. Диаграмманы қара, сұрақтарға жауап бер. Тұрмыстық қалдықтың қанша пайызы өңдеуге жарамды? Бұл экологиялық мәселелерді шешуге қандай маңызға ие? Бұл жерде 40% бен 60% көрсетілген. Яғни бұл жерде 40% жарамды. Яғни бұл экологиялық мәселелерді шешуге қандай маңызға ие? Маңызды нәрселер, яғни экология мәселелері ол осы бір қоқыс болып келеді. Қоқыс көп экологияны нашарлайды, яғни осы 40% жауабы болады. Екінші тапсырма. Сұраққа жауап бер, ойлан. Егер 1% дегеніміз санның 100-ден 1 үлесі болса, оны қалай табуға болады? 900 килограммның 1%-ше, 1800 теңгенің 1%-ше. Бұл жерде, яғни 900 килограмм деп алып, 1%-ді, яғни оны азайтамыз. Яғни 900-ді 100-ге бөліп, 1-ге көбейтеміз. Жауабы 9 килограмм болады. Ал 1800 теңгені, яғни 1800-ді 100-ге бөліп, 1-ге көбейтеміз. Сол кезде жауабы 18 шығады. Яғни 9 килограмм, ал екіншісінде 18 теңге. Есіңде сақта, бүтіннің 1%-ын табу үшін бүтінді теңдей 100 бөлікке бөліп, осындай бір бөлігін алу керек. Мысалы, 500 килограммның 1%. 500 килограмм бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 1-ге, жауабы 5 килограмм. Бірден артық пайыздың кез келген мөлшерін табу үшін санның 100-ден 1 бөлігін тауып, қажетті пайыз мөлшеріне көбейтеді. Мысалы, 500-дің 3%, яғни 500-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 3-ге, теңі 15 болады, яғни 15 жауабы болады. Үшінші тапсырма. Есепте. Бұл жерде, яғни 4500 килограммды, яғни 1%-ын аламыз, яғни 4500-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 1-ге, жауабы 45. Ал 4500 килограммның 5%-ы 4500-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 5-ге, яғни жауабы 225 шығады. Ал үшіншісінде 4500-ді 15%, яғни 4500-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 15-ге, 675 шығады. Ал 29000-ды 1%, 29000-ды бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 1-ге, яғни 290 шығады. Ал 29000-ның 5%, яғни 29000-ды бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 5-ге, жауабы 1450 шығады. 29000-ның 15%, яғни 29000-ды бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 15-ге, 4350 шығады. Ал осы 360 000-ның, яғни 1%, 360 000-ды бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 1-ге, 3600 шығады. Ал осы 5%, оны 100-ге бөлеміз, көбейтеміз 5-ге, 18000 шығады. Ал 15%-ді осы бөлгенде 100-ге, көбейткенде 15-ге 54000 шығады. Енді төртінші есепті шығар. Ата-анасы Айнаға ай сайын 1200 теңге береді. Айна бұл ақшаның 1/10-ін қыздарға арналған журналға, 3/10-ін мектеп дәмханасына жұмсайды. Ал қалған ақшаны жаңа телефон алу үшін жинайды. Айна телефон алу үшін қанша ақша қалдырып қояды. Яғни бұл жерде болды 1200 теңге, журналға деген 1%-ын, дәмханаға 3/10-ін аламыз, яғни қалды белгісіз теңге деп аламыз да, осы 1200 теңгенің 1/10-ін, яғни осы 1200 бөлеміз 10-ға, көбейтеміз 1-ге, яғни 120 теңге шығады. Бұл журналға. Ал 1200 теңгенің, яғни 3/1%, яғни 1200 бөлеміз 3, көбейтеміз 1-ге, теңі 400 шығады, яғни дәмханаға жұмсайды. Ал үшіншісі 1200 қосылған 400, теңі 680 теңге қалды. Сонда жауабы Айна телефон алу үшін 680 теңге қалдырып қояды. Бесінші тапсырма. Тапсырманы орында. А. Бөлшек түрінде жаз. 8 см, 4 см, 36 мм, 83 мм. 1 дециметрдің қандай бөлігін құрайды? А. Пайыз түрінде жаз. 15 мм, 45 мм, 75 мм. 1 дециметрдің қандай бөлігін құрайды? 69 метр квадрат, 20 метр квадрат, 50 метр квадрат. 1 сотықтың қандай бөлігін құрайды? Яғни бұл жерде А. 8 см тең 10-8 дециметр, 4 см 10-4 дециметр, 36 мм 10-36 дециметр, яғни 83 мм 183 мм,
Әсінде де солай алып жазып аламыз, яғни осы әдімен орындаймыз. 6-шы тапсырмада есепте бұл жерде яғни 4 есеп берілген. Бірінші есеп тек қосу, екіншісі азайту, үшіншісі көбейту, төртіншісі бөлу. Көп сандармен яғни берілген екен. Бұларды орындап, баған түрінде орындап, қосатын қосып, азайтатын азайтып, жауабын шығаратын боламыз. Яғни осымен 7-ші есепке өтетін болсақ, 7-ші есепте супермаркетте бағаның 5% ғана төмендегені жарияланды. Тауарлардың құны неше теңгеге төмендейді? Бұл жерде кесте беріліпті. Тауар ескі бағасы, 5% жеңілдік, жаңа баға. Бұл кестені толтыратын боламыз. 7-ші есепте, яғни біріншісі 200 бөлінген 100 көбейтілген 5 теңге 100 теңге, 400 бөлінген 100 көбейтілген 5 200 теңге, ал үшіншісінде 500-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 5-ге, теңі 25. Төртіншісінде 300-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 5-ге, теңі 15 теңге болады. Яғни 200-ді азайтамыз 10-нан 190 теңге, жаңа баға. 400-ді азайтамыз 20-дан 380 теңге, 500-ді 25-тен азайтсақ 475 теңге, 300-ді көбейтеміз, яғни азайтсақ 15-тен 285 теңге қалады. 8-ші есепке кететін болсақ, 8-ші есепте кестеде мәліметтер мен сызбаны пайдаланып кездесу қозғалысына және қарама-қарсы қозғалысқа есептер құрастыр. Бұл жерде жүйрік пойыз, жүйрік пойыз, жүрдек пойыз, жүйрік пойыз, жүк пойызы, жеңіл автокөлік, автобус, жүк автокөлігі. Бұл жерде яғни өздерінің яғни жылдамдықтары белгіленген. Біріншісі 220 км/сағат, яғни осының біреуін алып есепті шығаратын боламыз. Осы ада В1, В2 деп аламыз. В1-де 140 км/сағат, В2-де 65 км/сағат, яғни бұл жерде жүйрік пойыз бен автобус алатын боламыз. Уақыты 3 сағат деп, ауданын белгісіз деп алатын боламыз. Жауабын, яғни шешуінде В1 қосылған В2, 140-қа қосамыз 65-ті, 205 км/сағат шығады. Және де оны осы 3-ке көбейтеміз, теңі 615 шығады. Яғни жауабы ескі қаланың арақашықтығы 615 км болған. Ал В2 85, В2 58 деп аламыз. С тең 286 уақытты анықтайтын боламыз. Бұл жерде екеуін қосамыз. 85 пен 58 қоссақ 143, оны бөлсек 143-ке 2 сағат шығады. Яғни жауабы жеңіл автокөлік пен жүк көлігінің арақашықтығы 2 сағат километр болады. 9-ші есепке өтетін болсақ, есептің шартын оқы. Есепте артық мәліметтер бар ма? Есепті шығар. Бұл жерде қаланың арақашықтығы 720 км. Олардан таңертеңгі сағат 8-де 2 туристер тобы бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы шығып, бір қалыпты жүріп отырды. Олар 16 күннен кейін бірінші қаладан 320 км қашықтықта кездесіп, әрбір топ күніне қанша километр жүріп отырды. Бұны есептейтін боламыз. Яғни бұл жерде ауданы 720 км, уақыты тең 16 күн, яғни сағаты 16 күнде, яғни S1 320 км, В1 мен В2-ні табатын боламыз. Яғни S2 тең S алынған S1 тең 720, 320 теңі 400 км. Ал екіншісінде F1 тең S1 бөлінген Т, яғни уақытты 320-ны бөлеміз 16-ға, жауабы 20 шығады. Яғни екіншісінде В2-ні табатын болсақ, тең S2 бөлінген уақытта теңі 400 бөлінген 16, 25 км, яғни күн. Біріншісінде F1-де 20 км күн, екіншісінде 25 км күн болды. Он бірінші тапсырма, яғни есепте 2000 теңге және де 3600 теңге километр. 1%, 3%, 5%. Бұл жерде яғни әр қайсын өзін алып аламыз. Яғни 2000 теңгенің 1%, яғни 2000-ды бөлеміз 100-ге, теңі
Көбейтеміз 1-ге 20 теңге шығады. Ал 2000-ның 3%, 2000-ды бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 3-ге теңі 60 теңге шығады. Ал 2000-ның 5%, 2000-ды бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 5-ге теңі 100 теңге шығады. Ал екіншісінде 3600 теңгені есептейік. 3600-дің 1%, 3600-ді бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 1-ге 36 километр. 3600 километрдің 3%-ін есептейтін болсақ, 3600 бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 3-ге 108 километр. 3600-дің 5%, 3600 бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 5-ге, яғни 180 километр шығады. Менің видео ұнаса, менің арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Комментарияға өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып, қолдап кетіңіздер. Мен қызықты видеоларды салып тұрамын.